Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін қазанның 23-ші. Сабақтың тақырыбы шебер бала. Мальчик, мастер, шебер мастер. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. Шебер мастер. Қызығу, заинтересоваться. Айырбастап алу, менять, поменять. Шырпы қораптары, спичные коробки. Шырпы, спички, қораптары, коробки. Қауіпті, опасно. Қате, ошибка. Ренжі, обижайся. Раз, правда, верно. Тағы да қайталап шығайық. Шебер мастер. Қызығу, интересоваться. Айырбастап алу, менять, поменять. Шырпы қораптары, спичные коробки. Қауіпті, опасно. Қате, ошибка. Ренжі, обижайся. Раз, правда, верно. Оқы, қайтала. 60-шы бет. Прочитай, повтори. Қауіпті, опасно. Шырпылар, қауіпті. Спички, шырпылар, қауіпті, опасно. Шырпыдан жасалған үй. Дом, сделанный из спичек. Шырпы, спичка. Шырпылар, спички. Шырпыдан из спичек жасалған, сделанный домик. 31-ші бет, 2-ші тапсырма, оқылым, чтение. Откройте 60-ю страницу. Нашли текст. Читаем. Мырзабек, шебер бала. Мырзабек, мастер, мальчик. Ол ойыншықтың бәрін өзі жасайды. Он все игрушки делает сам, өзі сам. Ол шырпы қораптарынан әдемі үй жасады. Он из спичных коробок сделал красивый домик. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Иманбек заинтересовался этими игрушками. Не беріп айырбастап алсам екен, деп ойлады. Он подумал, на что поменять? Ол Мырзабеку, мен саған добымды берейін, сен маған ойыншық үйінді берші, деді. Он сказал Мырзабеку, я дам тебе мячик, свой мячик, ты дай, пожалуйста, мне игрушечный домик. Мырзабек допты алмады. Мырзабек не взял мяч. Ол Иманбекке ойыншық үйді берді. Он Иманбеку отдал игрушечный домик. Мен өзіме тағы жасап аламын, деді Мырзабек. Мырзабек сказал, я себе еще сделаю. Иманбек рахмет, деп қуанды. Иманбек сказал спасибо, обрадовался. Айтылым, 61-ші бет, 4-ші тапсырма. Здесь даны ответы, но вы должны задать вопросы. Ответ. Мырзабек шебер бала. Значит, какой вопрос нужно задать? Мырзабек мастер, мальчик мастер. Мырзабек қандай бала? Мырзабек шебер бала. Ответ есть. Ол ойыншық жасады. Он что делал? Как вы спросите? Ол не жасады. Ответ. Ол ойыншық жасады. Он сделал игрушку. Ол ойыншықты шырпының қорабынан жасады. Он игрушку сделал из спичных коробок. Из чего он делал игрушку? Ол ойыншықты неден жасады?
Ол ойыншықты шырпының қорабынан жасады. Ответ здесь есть. Ол шырпының қораптарынан әдемі үй жасады. Он из спичных коробок сделал красивый домик, да? Так, теперь он из спичных коробок что делал? Как вы спросите? Ол шырпының қораптарынан не жас. Қандай үй жасады? Давайте. Какой домик он сделал из спичных коробок? Ол шырпының қораптарынан қандай үй жасады? Ответ. Ол шырпының қораптарынан әдемі үй жасады. Ответ. Ол ойыншығын Иманбекке берді. Ол ойыншығын Иманбекке берді. Он отдал Иманбеку игрушку. Он отдал свою игрушку Иманбеку. Ол ойыншығын Иманбекке берді ме? Суреттің орнына сөздерді қой. Вместо картин вы должны вставить слова. На странице 62. Мырзабек из спичных коробок сделал домик. Мырзабек шырпы қораптарынан үй жасады. Нұрасыл из спичек сделал домики. Нұрасыл шырпылардан үйлер жасады. Ертөре сделал из дерева велосипед. Ертөре ағаштан велосипед жасады. Әлбек сделал из дерева деревянную машину. Әлбек ағаштан ағаш машине жасады, делал. Оқу тапсырмасы 61-ші бет, 5-ші тапсырма. 61-ші бет, 5-ші тапсырма. Что вы должны делать? Жазылым письмені жақшаның ішіндегі тиісті сөздерді қойып жаз. Раскрыть скобки и выбрать нужные слова. Например, шырпының қорабын оттың жанына қойма. Коробку из спичек нельзя ставить рядом с огнем. Оттың. Мырзабек шебер бала. Ол шырпының қораптарынан үй жасады. Иманбек бұл ойыншыққа қатты қызықты. Вот так вы должны написать оқу тапсырмасын. Сонымен балалар, сау болыңдар.